Здравствуйте, ребята! Урок номер 7 под единым шаңырағым. Бір шаңырақтың астында. Ты будешь понимать лексические значения слов и словосочетания, ключевые идеи коротких текстов, соблюдать каллиграфические и грамматические нормы на письме. Сен сөздердің және сөз тіркесінің лексикалық мағынасын түсінетін боласың. Қысқа мәтіндердегі басты идеяны түсінесің, каллиграфиялық және грамматикалық норманы сақтайсың, жазу кезінде сақтайсың. Упражнение 1. Прочитай. Оқимыз. Независимый Казахстан – наш дом. Папа, мама, я и все мы в нем. Независимый Казахстан – наша опора и сила. Хлеб на столе, мир на земле – вот его символ. Казахстан – наш дружный дом. Большой семьей живем мы в нем. Муканов. Тәуелсіз Қазақстан біздің үйіміз. Әкеміз, анамыз, мен барлығымыз осында тұрамыз. Тәуелсіз Қазақстан біздің тірегіміз және күшіміз. Дастархандағы нанымыз, жеріміздегі бейбітшілік бұл оның басты символы. Қазақстан ол достық үйі. Барлығымыз бір үлкен отбасы болып тұрамыз. Запомни и запиши. Есте сақтап жазып аламыз. Независимый Казахстан, тәуелсіз Қазақстан. Гостеприимный, қонақ жай. Шаңырақ, шаңырақ. Дастархан, дастархан. Какие слова тебе знакомы? Қандай сөздер саған таныс? Можно ли по этим словам определить, о чем написал автор? Осы сөздер арқылы автордың не жазғысы келгенін анықтауға бола ма? Найди в тексте восклицательное предложение и прочитай его выразительно. Мәтіннен лепт сөйлемді тауып мәнерлеп оқимыз. Казахстан наш дружный дом, большой семьей живем мы в нем. Это восклицательное предложение. Бұл біздің лепті сөйлем. Упражнение 2. Допиши. Сөйлемді аяқта. Казахстанский народ живет в единстве, согласии, мире, радости и любви. Қазақстан халқы бірлікте, келісімде, бейбітшілікте, қуанышта және махаббатта өмір сүреді. Упражнение 3. Обоснуй. Өз ойыңды білдір. Рассмотри картинку шаңырака и прочитай два значения этого слова. Шаңырақтың суретін қарап, бұл суреттегі сөздің екі түрлі мағынасын оқимыз. Шаңырақ – это символ дома, домашнего очага, продолжение рода. Шаңырақ дегеніміз бұл үйдің символы, үйдің ошағының, ұрпақтың жалғасының белгісі. Второе. Шаңырақ – это устройство, представляющее собой обод с выпуклой решеткой внутри. Википедия. Шаңырақ дегеніміз ол дөңгелек болып келген құрылғы. Ортасында торы бар. Какое из двух значений слова «шаңырақ» больше всего подходит к стихотворению? Почему? Запиши его в тетрадь. Шаңырақ деген сөздің осы екі мағынасының қайсысы өлең жолдарына сәйкес келеді? Не себепті? Дәптерге жазып аламыз. Первое. Шаңырақ – это символ дома, домашнего очага, продолжение рода. Это подходит к стихотворению. Это значение слова «шаңырақ» подходит к стихотворению. Шаңырақ сөзінің осы бірінші мағынасы өлең жолдарына сәйкес келеді. Отдохнем, демалайық. Представь, что вы создали очаг дружбы и доброты, а чтобы огонь в нем горел ярче, ты должен выбрать добрые слова. Елестетіп көр, сен достық пен мейірімділіктің ошағын құрдың. Ол ошақтағы от қаттырақ жану үшін сен жақсы сөздерді таңдауың керек. Жақсылық, доброта, достық, дружба, верность, адалдық, махаббат, любовь, жадность, сараңдық, қуаныш, счастье, радость, лень, жалқаулық, бақыт, счастье, злость, зұлымдық, денсаулық, здоровье. Придумай понравившимися словами 1-2 предложения. Запиши. Өзіңе ұнаған бір-екі сөзбен сөйлем құраймыз. Здоровье – это самое дорогое и главное богатство человека. Денсаулық дегеніміз ең қымбат және адамның ең басты байлығы. Самое ценное в дружбе – это поддерживать друг друга. Достықтағы ең бағалысы ол бір-біріңді қолдау. Упражнение 5. Послушай заголовок текста. Гостеприимный дастархан. Предположи, о чем будет идти речь в стихотворении. Послушай текст этого стихотворения. Қонақжай дастархан. Мәтіннің тақырыбын тыңдаймыз. Және өлең жолдары не туралы екенін болжап көреміз. Өлең жолдарын тыңдаймыз. Гостеприимный дастархан.
Приехал долгожданный гость, давно он не был в нашем доме, его встречать нам довелось с радушием, вежливым поклоне. Пока варился наш обед, мы гостя дружно привечали, и угощение принесли с гостеприимством дастархана, Курманалин. Біздің көптен күткен қонағымыз келді. Ол көптен бері біздің үйімізде болған жоқ. Оны біз қуанышпен, әдептілікпен иіліп қарсы алдық. Біздің түскі асымыз қайнағанша, біз оған достықпен сәлем еттік, және оған түрлі тағамдар ұсынып, қонақжайлықпен дастарханға шақырдық. Как встречают гостей гостеприимные хозяева? Қонақжай иелері қонақтарды қалай қарсы алады? Какую еду и напитки дают гостям? Қонақтарға қандай тағам мен сусындар ұсынады? Объясни значение слов с радушием. Привечали гостеприимный. Қуанышпен, сәлем ету, қонақжай деген сөздердің мағынасын түсіндір. Совпало ли твое предположение с содержанием этого стихотворения? Сенің болжамың осы өлең жолдарының мазмұнына сәйкес келді ме? Упражнение 6. Запиши правильное предложение. Сөйлемдерді дұрыс жазамыз. Я ел блин, меня угощали бауырсаками, нас кормили пирогами. Мен құймақ жедім, маған бауырсақтар ұсынды, және бізді бәліштермен тамақтандырды. Подчеркни местоимение, есімдіктің астын сызамыз. Я, меня, нас, мен, мені, бізді. Запомни. Гостеприимный хозяин, қонақжай үй иесі, долгожданный гость, көптен күткен қонақ. Урок окончен, до свидания.